саяхатымызды бастайық. Кеттік. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Астаналықтар ренжит, қаланы айдалаға келіп сала салған деп. Біз жақта Дубай вообще қаланы сырт жағында құмның үстіне сала салған екен. WS858 маркасы. How much does it cost? 85 dirhams. 85 dirhams. Ол бізде 85 dirham деген 8500 теңге. Ден артық 8500 теңге шамамен. Тамаша Қытайдағы бағасы 1000 теңге, 1500 теңгеден басталады. Қайырлы күн достар. Менің есімім Елдос Қуанышбекұлы. Мен 17 қалада филиал бар Shopicon интернет компаниясының негізін қалаушысымын. Қытаймен бизнес саласына жүргеніме 6 жылға жоқ уақыт болды. Күнделікті өмірде қолданып жүрген телефон, ноутбук, теледидар сияқты заттарыңыздың Қытайда ең аз дегенде 2 есе арзан тұратынын білесіз бе? Немесе телефоныңыздың бетіне жабыстырып алып жүрген пленкаңыздың Қытайда өз бағасы 30 теңгеден басталатынын білетін бе едіңіз? Дәл осы сияқты Қытайда 6 миллионға жуық заттың түрі бар. Егер сіз телефоныңыздың пленкасын 30 есе қымбат бағасына сатып алып жүрген болсаңыз, немесе кез келген затты 2-3 есе қалай арзан бағасына алу керек екенін үйренгіңіз келсе, онда сізді Қытаймен бизнес атты тегін мастер-классқа шақырамын. Мастер-класстан сіз Қытайға бармай-ақ Қазақстанда отырып, кез келген заттың өзіндік құнын қалай есептеу керек екенін білетін боласыз. Мастер-классқа тіркелу үшін осы видеоның астына өз телефон номеріңізді қалдырыңыз және тегін мастер-классқа келіңіз. Дубайдың ең танымал шөліндеміз Safari Desert деген. Табиғаты өте керемет. Араб әмірлігіне келген кезде міндетті түрде мына жерге келу керек. Қазір енді біздер осы шөлдің үстінде күннің батуын күтудеміз. Керемет көрініс болады. Міне анау кішігірім магазиніне келдік. Магазин ішінде осындай бір кружка тауып алдық. Мына асты жағына қарай оқып қарайтын болсақ, астында Made in PRC деп тұр. PRC деген People Republic of China, яғни мына тауардың өзі Қытайда жасалған деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде барлық тауардың 90-80% Қытай мемлекетінде шығарылғанын көріп отырмыз. Тіпті міне мынау кружканың өзін алып қарайтын болсақ, I love Dubai деген астында PRC деп тұр. Made in China емес, PRC. PRC деген адамдар басқаша ойлап қалады. Басқа бір Парс мемлекеті немесе Пакистан деп. Мынау PRC деген People Republic of China деген мағынаны береді. Жаңа не деп ойлап қалдым? Discovery. Деп ойлап қалдым. Discovery Channel деп. Теңізде, мұхитта өте тамаша. Барлығы табиғи. Араб теңізінің ортасында орналасқан Джумейра пальмасындамыз біздер қазір. Көрініс өте тамаша екен. Барлықтарыңыз осы жерге келуге кеңес берем. Мынау не деген керемет Бурж Халифаның мүсіндері дерсіз, бірақтан артына қарап үңіліп қарайтын болсақ, Дубайдағы Бурж Халифаның ішіндегі мүсіндердің өзі міне Қытай Халық Республикасы жасалған шығар екен. Made in China, қайсыз алып қарасаңыз да Қытай Халық Республикасы. Жанында арабшасы жазылған, қытайшасы жазылған. Көріп тұрғандарыңыз Дубайдағы және әлемдегі ең үлкен ғимарат Бурж Халифа. Осы Бурж Халифаның асты жағында бізге керекті Dubai City Mall атты ең үлкен әлем бойынша сауда орталығы орналасқан. Сол жақтағы заттардың нарықтағы бағасы және Қытайдағы бағасымен қосқан кездегі бағаларын салыстырып көрдік. Біздер бағалары өте
жоғары, өте үлкен деңгейде әлі нарыққа шыға қоймаған заттар бұл жаққа енді келіп жатыр. Қазақстанның және Қытайдың заттарының нарық бағасын қаншалықты деңгейде сұранса және қаншалықты деңгейде қымбат сатылатынын көріп зерттеу мақсатында осы біздер Біріккен Араб Әмірлігінің оның ішінде Дубай қаласына бүгін келген болатынбыз. Менің байқағаным бұл жақта әлі Қазақстанға келген заттардың өзі келе қоймаған. Біздің мүмкіндігіміз шексіз, тек қана қазір біздер Қазақстан нарығында ғана емес, сондай-ақ осы Араб Әмірлігіне де заттарымызды шығарып, филиал ашып, заттарды сатуға болатынына тағы да біз көзіміз жетті. Нарық бұл жақта әлі бос. Негізі адамның мүмкіндігі шексіз. Адам қаншалықты деңгейде көбірек ойланатын болса, соншалықты деңгейде жетістікке де жетеді. Бізде өкінішке орай Қазақстанның азаматтары әлі Қытайдан зат әкелуге қорқады, сенбейді. Неғұрлым көбірек ойланған сайын, соғұрлым сіздің де жетістіктеріңіз көп болады. Біздер мынау Араб Әмірлігінің орталығы саналатын Дубай қаласына, Қытай Халық Республикасынан заттар әкеліп, өзіміздің Шопикон қаласының 18-ші филиалын ашып отырмыз. Көбірек ойланыңыздар, қорықпаңыздар, көптеген жетістіктерге жетесіздер.